Пако Алькасер толығымен Боруссия ойыншысы атанды. Роналдудың жанұясында трагедиялық жағдай орын алды. Марсело Ювентус сапына ауысуы мүмкін. Осы және де өзге жаңалықтар бүгінгі бейнероликте. Сәлем достар, сіздермен Жандос Абылайхан. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Жұма күні Испания кубогының жартылай финалына жеребе тарту рәсімі өтті. Жеребе нәтижелері бойынша жартылай финалдық матчтерде Валенсия мен Бетис және де Мадридтік Реал мен Барселона кездесетін болды. Алғашқы матчтер 6 ақпан күні өтсе, жауапты кездесулері 27 ақпанда өтеді. Болжамдарыңызды міндетті түрде комментарияға жазыңыздар. Боруссия Дортмунд Пако Алькасердің келісім шартын каталондық Барселонадан толық сатып алды. Контракттың құны 20 миллион евроны құрады. Еске сала кетейік, испандық футболшы Барселона сапында 3 жыл өнер көрсетіп, 2018 жазында Дортмундтық клубқа жалға берілді. Осы маусымда Алькасер Бундеслигада 14 матч өткізіп, 12 гол соғып, үздік бомбардирлер кестесінде әзірге 2-ші орында келеді. Сонымен қатар Боруссия чемпионатта Бавариядан 6 ұпай озып, 1-ші орында тұр. Егер Дортмунд чемпион атанса, Алькасердің трансфері толық ақталады. Криштиану Роналдудың жұбайы әрі бір қызының анасы Джорджина Родригестің әкесі Аргентинаның ауруханасында дүниеден озды. 70 жасқа келген Хорхе Родригес 2 жыл бұрын пайда болған инсульттің әсерінен ауруханаға түсіп көз жұмды. Хорхе Родригес жас кезінде Испанияда профессионалды футболшы және де бапкер болатын. Достар, арнамыздың серіктесі 1xBet компаниясының конкурсы мәресіне жақындап келеді. Алайда қатысуға әлі де жетерліктей уақытыңыз бар. Жеңімпазды 7 ақпан күні шығатын бейнероликте жариялайтын боламыз. Сондықтан дәл сол жеңімпаз сіз болғыңыз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп бір ставка тіксеңіз жеткілікті. 1xBet сілтемесі төменде. Лондондық Челси футбол клубының вингері Эден Азар Бельгияның жыл спортшысы жүлдесін жеңіп алды. Бір ай бұрын ғана Азар Еуропада өнер көрсететін үздік бельгиялық футболшы жүлдесінде ұтқан болатын. Еске сала кетейік, өткен жазда Ресейде өткен мундиалда Азар Бельгия ұлттық құрамасымен қола медальдардың жеңімпазы болған болатын. Жиронаға қарсы матчте француздық шабуылшы Карим Бензема тағы дубль авторы атанып, Мадридтік Реалдың тарихындағы үздік бомбардирлер кестесінде 6-ші орынға жайғасты. 2009 жылы Мадридтік Реал Каримді Лионнан 35 миллион евроға сатып алған болатын. Сол күннен бүгінгі күнге дейін Бензема Реал жейдесінде 209 голдың авторы атанып үлгерді. Үздік бомбардир еске сала кетейік, 451 голымен Криштиану Роналду. 2-ші орында Рауль Гонсалес, ал 3-те Альфредо Ди Стефано тұр. Итальяндық Тутта спорт баспасы Марсело осы жазда Ювентус ойыншысы атануы мүмкін деп хабарлайды. Осы маусымда 30 жастағы бразилиялық қорғаушы 12 матч өткізіп, 2 гол соғып үлгерді. Алайда Мадридтік латераль осы маусымда топ формасын әлі жинамады. Қаңтар айында Мадридтік спорт директорлар Марселоның физикалық формасына көңілдері толмады. Олардың пікірінше Марсело артық салмақты көп жинап алып, шапшаңдылығын әлсіретті дейді. Кім білер, бұл Роналдумен қайта бірігіп өнер көрсету үшін шағын ультиматум болар. Арнамыздың басқа желдегі парақшаларына жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Бейнероликке лайк басып, келесі видеолардың тақырыбын таңдаңыздар. Келесіде кездескенше достар, футбол бірінші орында.